Сәлеметсіздер ме? Бүгін 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп: бірлік шеңберде пен бөлу 2 нүктелер жиынын белгілеңіз. Пен бөлу 2. N 0 болатын болса, N 0-ге тең болатын болса, онда бұл 0 болады. 0 градус мына жер бізде. N 1-ге тең болатын болса, онда пи бөлу 2 90 градус. N 2-ге тең болса, пи 180 градус. Және N 3 деп алатын болсақ, 3 пи бөлу 2 ол 270 градус. Және N 4 деп алатын болсақ, 2 пи 360 градус. Мәке осылай табуларымызға болады. Немесе теріс сандар беріп, N тең 1, N тең 2, N тең минус 1, N тең минус 2 солайды алып белгілеп көрсетулеріңізге болады. Екінші есеп: синус 34 градус тең косинус 56 градус екенін көрсетіңіз. Енді бұл жерде келтіру формуласын қолданып көрейік. Синус 34 градус дегеніміз 90 градус азайту 56 градусты тең болады косинус 56 градус. 90 градус азайту 56 градус. 90 градуста синустың мәні косинус болып өзгереді. 90-нан алып тастадық. Бірінші шеректегі синустың таңбасы плюс. Сонда косинус 56 градус тең косинус 56 градус. Яғни тең болып тұр. Үшінші есеп: y тең болады 3 косинус x минус 2 функциясының мәндер жиынын табыңыз. Біз синус пен косинусты минус 1 мен 1-дің арасында қарастыратынымызды өте жақсы білеміз. Бұны ұмытпауымыз керек. Енді 3-ке көбейтеміз. Барлығын 3-ке көбейтеміз. Минус 3 косинус x 3. Барлығынан 2-ні алып тастаймын. Минус 3 азайту 2. 3 косинус x азайту 2. 3 азайту 2. Минус 5. 3 косинус x азайту 2 кем немесе тең 1. Сонда бұл функцияның мәндер жиыны минус 5-тен 1-ге дейін минус 5 пен 1-ді қоса алғанда. Төртінші есеп: асы, бысы, сы 3 бөлімнен тұрады. Төртінші есептің өзі. Біріншісі 5 синус 3 пи бөлу 2 азайту альфа қосу 4 косинус пи бөлу 2 қосу альфа өрнегін ықшамдаңыз. Бұл келтіру формуласы. Сіздер келтіру формуласын білесіздер. 0 мен пида біздің функциямыздың атауы өзгермейді, ал пи бөлу 2, 3 пи бөлу 2-де функцияның атауы өзгереді. Және де периодқа байланысты периодтарын қосып отыратын боласыздар. Былай тұтсақ қояйын. 0, пи бөлу 2, пи, 3 пи бөлу 2, 2 пи. Синус 3 пи бөлу 2. 3 пи бөлу 2-ден альфаны аламын, ол менде 3-ші шеректе. 3-ші шеректегі синустың таңбасы минус, және де ол косинусқа ауысады. Минус 5 косинус альфа. Ары қарай косинус пи бөлу 2 қосу альфа. Ол 2-ші шерекке келеді. 2-ші шеректегі косинустың таңбасы минус. Минус 4 синус альфа. 90 градус, 270 градус функцияның атауы өзгерді. Ары қарай Б. 7 синус пи қосу альфа азайту косинус пи азайту альфа өрнегін ықшамдаңыз. Тағы да сол синусымыз 180 градус, атауы өзгермейді. Альфа қосамын, 3-ші шеректегі синустың таңбасы минус. Минус 7 синус альфа. Косинус атауы өзгермейді. Пи 180 градус және альфаны алып тастадым. 2-ші шеректе косинустың таңбасы минус, мына минуспен плюс косинус альфа болды. Енді келесі пунктте осы өрнектің мәнін табуымыз керек. Бірінші жаңағы мына жерге жазып аламыз. Мына жерге ары қарай жалғастыра берейін, тең болады. Бұл бөлшектің алымы бізде мана берілді. 5 минус 5 косинус альфа минус 4 синус альфа деп жаздық. Одан кейін минус 7 синус альфа қосу косинус альфа.
тең болады. Енді қараңыздар, тангенс, бұл дегеніміз тангенс, 0,5 деген ол пи бөлу 2 қосу альфа. Тангенсті қараймыз. Тангенс пи бөлу 2 альфа қосамын. Екінші ширек. Екінші ширектегі тангенстің таңбасы минус және ол котангенске өзгереді. Минус котангенс альфа. Минус котангенс альфа минус 3-ке тең болып тұр. Олай болса, котангенс альфа 3 деген сөз. Осыны қолданамыз. Котангенсті табу үшін мен барлығын қазір синус альфаға бөліп жіберемін. Себебі котангенс дегеніміз ол косинус альфаның синус альфаға қатынасы. Минус 5 косинус альфа бөлу синус альфа азайту 4 синус альфа бөлу синус альфа минус 7 синус альфа бөлу синус альфа қосу косинус альфа бөлу синус альфа. Мұнда минус 5 котангенс альфа минус 4 минус 7 қосу котангенс альфа. Котангенс альфаның орнына 3-ті қоямын. Минус 5 көбейту 3 азайту 4 минус 7 қосу 3 тең болады. Минус 15 минус 4 минус 4 тең болады 4-тен 19 немесе 4,4-тен 3. Бесінші есеп. Y тең болады синус bx функциясының периоды 2 пи бөлу 3. B мәнін табыңыз дейді. Так. Периоды мына жерде синус kx. Синустың периоды бізде 2 пиға тең. Сонда мынадай формуланы біз қолданатын едік. Т0 тең болады 2 пи бөлу модуль ішіндегі k. Бізде Т0 беріліп тұр. К-ны табуымыз керек. К-ны табу үшін 2 пиді Т0-ге бөлем, яғни 2 пи бөлу 3-ке бөлем. 3 бізде алдына көбейтіледі. Сонда b дегеніміз 3-ке тең. Kx немесе bx. Ары қарай котангенс ықшамдаңыз да өрнекті. Котангенс 3 бетта азайту 3 котангенс минус 3 бетта. Котангенс бізде тақ функция болғандықтан ол минусты алдына шығарып жібереміз. Тең болады. Котангенс 3 беттаға 3 котангенс 3 беттіні қоссақ 4 котангенс 3 бетта шығады. Алтыншы есеп. Суретте А, Б, С және Д, Е, F 2-4 тік бұрышты 3 бұрыш берілген. Суреттегі мәліметтерді пайдалана отырып синус x азайту y мәнін табуымыз керек. Так. Синус дегеніміз синус x азайту y. Егер формуланы қолданып ашатын болсақ, синус x азайту y тең болады. Синус x көбейту косинус y минус косинус x көбейту синус y. Енді мен синус x-ті табам. Синус x дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Косинус x дегеніміз іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Ол үшін АБ-ны тауып алуым керек. АБ тең болады түбір астында 9 азайту 4 тең 5, яғни түбір асты 5 шығады. Мына жер түбір асты 5-ке тең. Түбір асты 5-тің 3-ке қатынасы. Ары қарай косинус y. Ол мына жер. ДЕ-ні табу үшін түбір астында 25 азайту 9, 16, 4. ДЕ 4-ке тең. 4-тің 5-ке қатынасы, ал синус y дегеніміз ол 3-тің 5-ке қатынасы. Сонда орындарына қойып шығамын. Синус x минус y тең болады. Синус x 3-тен 2, көбейту косинус y 5-тен 4. Азайтамын. Косинус x түбір асты 5 бөлу 3, көбейту 5-тен 3. Так. 15-тен 8 азайту 15-тен 3 түбір асты 5. Немесе былай жазамын. 15-тен 8 азайту 3 түбір асты 5.